Хачины дайындаймыз. Айран аламыз, оған сода, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Un қосамыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамыр дайын болды. Кейін сулугуни ірімшігін аламыз, аз көк қосамыз. Кішкене тұз қосып араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Қолмен жаямыз. Ортасында салма саламыз. Қамырды бекітіп, қолмен жаямыз. Кейін екі жағынан майсыз пісіреміз. Хачины дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дания.